Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай кофенің дәмді дайындалу әдісін көрсетемін. Сіз де дәмді кофе жасау үшін осы әдісті пайдаланып көріңіз. Егер де видео рецепт ұнайтын болса, арнама тіркеліп, пікір жазып, лайк қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен стақанға кофемізді саламыз. Мен түйіршіктелген Якобс кофесін қолданамын. Бұл кофеден әртүрлі дәмді кофенің түрлерін дайындауға болады. Бір шай қасықтан кофемізді салып, одан соң әр стақанға 2 шай қасық қоюлатылған сүт, яғни сгущенкадан саламыз. Біз қанттың орнына осы сгущенкамен ауыстырып тұрмыз. Сгущенка өте нәзік, ерекше дәм береді. Әр стақанға шамамен 4 ас қасықтай қайнатылған ыстық су құямыз. Алдыңғы видеоларда сіздерге капучинаторды көрсеткен болатынмын. Осы капучинатормен мен кофені дайындаған кезде осылай көпіртіп аламын. 1-2 минут шамасында көпірту жеткілікті болады. Сүтті де ысытып аламыз. Ысытқан соң осылай капучинатормен сүтті де кішкене көпіртіп алсақ болады. Сүттің көлемін өздеріңіздің стақандарыңызға байланысты алсаңыздар болады. Менде әр стақанға 200 мг-нан 400 мг. Ең соңында осылай какао ұнтағын кішкене себеміз. Осымен біздің ыстық дәмді кофеміз дайын болды. Егер де осы жолмен кофені дайындайтын болсаңыз, сіздерден пікірлеріңізді комментарий бөлімінде күтемін. Барлықтарыңызға ас болсын, жақындарыңызды осындай дәмді кофенің түрлерімен қуантып тұрыңыздар.